Өзге елдерде емес, Монголия мені бұрыннан қызықтыратын. Ондағы қазақтардың әлі де көп салт дәстүрімізді ұстанып отырғанын, күні бүгінге дейін киіз үйде тұратынын естіп, соның бәрін көзіммен көргім келетін. Және жалпы моңғол халқының тұрмыс тіршілігі мені бұл елді бір көрмекке құмартты. Сөйтіп, еңбек демалысыма шыға сала таксимен Монголияға тартып кеттім. Сапар 7 шілде күні Астанадан басталды. Жолай Ерейментау, Павлодарды басып өтіп, түннің жарымында Ресей шекарасына жеттік. Көлікпен жүргеннің бір жақсы жері осы: ел көресің, жер көресің, жолда адасасың, адасып барып қайта жол табасың. Сөйтіп, Алтай Республикасында жүр екенбіз. Алтайлықтардың түрлері орыстарға да біздерге де келеді. Ал табиғаты әдемі-ақ. Бір тоқтаған жерімізден Алтай нанының дәмін татып көріп, қатты ұнатып қалдық. Солай 8 шілде күні түнде Ресей мен Монголия шекарасына келіп жеттік. Ассалаумалейкум, сіздермен бірге Марфуға Шапен. Біз бүгін міне Монголияға сапарымыз басталған, сонау Қазақстаннан. Дәл қазір біз Ресей мен Монголияның шекарасында тұрмыз. Міне түнде келіп жеттік, тамақтанып отырмыз. Міне қолымызда Ресейдің рублі. Қазір осыған барып тамақ сатып алып жейміз. Сонымен Алла қаласа, мындық болса, ертең таңертең моңғол шекарасына қарай өтпекпіз. Тәуелсіздік тойына орай Монголия шекарасы 5 күнге жабылатыны себепті Ташантада кезекке тұрған көліктер өте көп екен. Бәрі арғы бетке өтіп үлгеріп қалғысы келеді. Шекарадағы ауылда қалып қоймай, жүргізушіміздің пысықтығының арқасында әупірімдеп жүріп, бізде арғы бетке өттік. Алда жұмбаққа толы Монголия. Неше күн бойы дұрыс тамақтан алмай жүрген біздер сапарымызды қандастарымыздың дәмді мәнтісінен бастадық. Шекарадан асал салысымен әр қырдың астында жайбарақат жайылып жүрген мал, қаз-қатар тізілген киіз үйлер, қол бұлғаған қара домалақ қыр балалары. Өзімді құдды 20 ғасыр басындағы қазақ ауылына түсіп кеткендей сезіндім. Алғашқы аялдама Ақкөл ауылы болды. Сіздер мұна видеоны көріп отырған осы сәтте сол ауылдағы киіз үйдің ішінде жатсам керек. Монголиядан көрген білген қызықтарымды келесі видеоларымнан тамашалаңыздар.